Адамдардың барлығы тез байып кету жолдарын қарастырады. Тіпті қор нарығына келетін инвесторлардың басым бөлігі де ең алдымен тез табысқа қолы жетуді көздейді. Біз бұған дейін нарық ұзақ мерзімді стратегияны ұнатады деп айтқанбыз. Табысқа қол жеткізу үшін портфельді барынша әртараптандырып алу керек деген кеңесті ұсынып келдік. Бірақ біздің видеоларымызға жазылған пікірлерде қысқа мерзімді инвестиция туралы сұрағандар көп болды. Бүгінгі видеода қысқа мерзімді инвестицияның қыр-сыры туралы айтып, барынша түсіндіруге тырысамыз. Бұл Жусан Инвест. Лайк басып, коммент жазыңыз, ал біз бастаймыз. Нарыққа шолу жасаңыз. Ең алдымен жалпы әлемде қандай жаңалықтар болып жатқанына назар аударыңыз. Өйткені акция бағаларына әсер ететін алғашқы дүниелердің бірі бұл саяси экономикалық жаңалықтар. Одан кейін қор нарығындағы жалпы жағдайға бір көз жүгіртіңіз. Қор нарығы деп бұл жерде ақш-тағы S&P 500 индексі мен NASDAQ индексі, Жапониядағы Nikkei, Қытайдағы Шанхай Композит сияқты ірі алаңдарды қарайсыз. Ал Қазақстан бойынша Кәсе мен AX-қа көз жүгіртіңіз. Олар соңғы уақытта қалай өскенін, өсуіне әсер еткен сияқты сұрақтарға жауап іздеу керек. Одан бөлек пайыздық мөлшерлеме деректеріне де қарап отыру керек. Өйткені пайыздық мөлшерлеме өскен кезде акциялар нарығы үлкен қысымның астында болады. Бағалы қағаздарды қалай таңдау керек? Бағалы қағаздар бірнеше түрге бөлінеді. Олардың арасында бағасы өсетін акциялар, күн акциялары, қорғаныс қағаздары бар. Аз уақытта табысы келуі мүмкін қаржы құралдарына бағасы өсетін акцияларды жатқызамыз. Бағасы өсетін акцияны анықтау үшін бета коэффициентін пайдаланамыз. Бұл акцияның статистикалық көрсеткіштен қаншалықты асып түсетінін көрсетеді. Мысал, егер акцияның бета нұсқасы 2 болса, онда ел индексі 2% өседі, акция 4% өседі. Қаржылай шығын көлемін шектеу үшін бета 1,5-2 болатын акцияларды таңдау керек. Компанияның банкрот болуы және бағалы қағаздарды делистинг қаупін азайту үшін құны $15 асатын акцияларды таңдаған жөн. Бағасы өсетін акцияларға IT, коммуналдық қызметтер сияқты секторлар акциясы сай келеді. Өйткені бұл салада қызмет көрсететін компанияларға байланысты жаңалықтар көп шығады. Сәйкесінше, өсу драйверлеріне әсер етеді. Одан бөлек, көп дивиденд төлейтін компания акциялары да үнемі өсіп отырады. Қандай жаңалықтарды бақылап отыру керек? Алдымен экономикалық, оның салаларына және корпоратив жаңалықтарды бақылау керек. Макростатистика негізіне ақш-тағы статистика. ақш федералды жүйе отырыстары, Европа орталық банкінің жиындары мен Қазақстан Республикасының ұлттық банкінің жиналыстарын қарап отырыңыз. Салалық конференциялар. Олардың қатарына мысалы кен өндірумен айналысатын компания жиындары, ОПЕК конференцияларын жатқызуға болады. Реттеуші ұйым енгізген өзгерістерді қарау керек. Мысалы, фарм компаниялары қызметін реттейтін жаңа заң шығуы мүмкін. Компания жаңалықтарын. Мысалы, Apple жыл сайын күзде жаңа өнім таныстырады. Жаңа өнім де компания акцияларына әсер етеді. Дивиденд төлеу туралы жарияланған ақпарат немесе жаңа инвестициялық бағдарламалар анонсын бақылап отыру керек. Компаниядағы өзгерістер туралы ақпарат. Мысалы, Microsoft Activision Blizzard компаниясын сатып алды деген сияқты жаңалықтар осы санатқа жатады. Жусан қосымшасы арқылы әлемнің ең ірі биржаларында сатылатын акциялармен сауда жасауға болады. Одан бөлек Кәсе, AX биржаларындағы қазақстандық жергілікті компания акцияларын аласыз. Жоғарыда айтылған жаңалық драйверлеріне назар аударып, акцияларды арзан бағамен сатып алып, өскен кезде сатып жіберуге болады. Бірақ қор нарығы ұзақ мерзімді перспективада үнемі өсіп отыру ықтималы жоғары екенін ескертсек, портфеліңізді нарықтағы құлдырауға қарап сатуға асықпаңыз. Өзіңіз құрған стратегия мен жоспар негізінде қадам жасауға тырысыңыз. Достар, егер осы видео көңіліңізден шықса, лайк басып, каналға жазылып қолдау көрсетіңіз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.